Хуторский ұйымдасқан қылмыстық тобының жетекшісі Хасан Қасымбаев Талғар ауданы Алматы облысына бағынбайтынын, бұл жерде өзі би, өзі қожа екенін мәлімдеді. Менің атым Хасан, менің лақап атым Хуторский, бәрі мені таниды. Талғар және Талғарға жақын маңайдағы ауылдар менің жерім. Кім менімен санаспай сөйлескісі келеді, келіңдер деп үндеу жасады. Еске салайық, Шерзатқа әкесіне атасына қастандық жасағандар Хуторский қылмыстық ұйымының адамдары. Хуторский қылмыстық ұйымының басшылары ағайынды Қасымбаевтар: Қасан, Аслан, Ержан. Ержан қазіргі таңда адам өлтірген үшін түрмеде отыр. Оның алматылық кеден қызметкері Медет Жамашевтың өліміне қатысы бар. Ал Аслан Талғар ауданы аппаратының басшысы қызметін атқарады. Талғарда болған жағдай мынау. Кәдімгі бай мен кедейдің бөлінген уақыт-ау деймін осы. Осы бай мен кедейдің ең бірінші бөлініп жатқан кезі-ау деймін. Баласын өлтіргені қалғандай, енді үйін өтіп жүргенген теріс жүріпті. Мына менің ағамның үйін өртеп кеткен, міне қазір пожарныйлар келіп сөндірген, бірақ өздеріңіз көріп тұрғандай міне үйдің түгі қалмаған. Тобырлап бәріміз шықтық енді. Талғарға ана жақтың жол жоқ, мына жақтың жол жоқ. Жол табамыз ғой. Ажанда прокурордың баласы, туған туысқандары, солмен қатарлас жаңағы кеше баласын өлтірген мүгеттер бар ғой, мүгеттер. Жеттерінен барлықтарын тауып аламыз. Сендер жеті қабат жердің астына қашсаңдар да жолды жауып өздерінше бір қолдарыңа бір нәрсені алдық болды. Сені контролировать етеміз деген ойларың болса да, сендер табамыз. По-любому табамыз, жазаларыңды аласыңдар, по-любому, одан да асылып өле беріңдер. Оған дейін үйлеріңізге күзет қойылған жоқ. Қоршау қойылған жоқ. Біз үйге қоймай-ақ қойсын. Қачақ ауылдың басына қойып берсін. Кімнің кіріп шығып жатқанын білсін қачағы. Біз білмейміз ғой. Өзіміз қарапайым халық жолдан өткен машина тоқтатып, кімсің деп берсін, есі дұрыс емес деп ойлайтын шығар. Ұсталған адамдардың, сол жақтан шыққан адамдардың бәріне, например, машина қойып беріп, ауылға кіре берсіне машина қойып беріп. Сонда біз жан шығарып отқанда біреудің жанын алуға шамамыз жетеді. Біз мамамыздың өзін бір қылап, бір есін жиып отқанда ойлануға болады, заң өкілдеріне. Бүгіндерге бәрі топырлап түнімен жүргеннің не пайдасы, бәрі біткен кезде. Енді тек қана қалғанымыздың жанымызды алып кетугенін күтеді. Бір төбе қылып үйіп қояйын деп тұрған ниеттері бар шығар. Не деген масқара, мына еще комментарий жазып жатқандар мынау. Бір қаншама жігіттер боқтап сөйлеп жатса жандай. Ойбай, боқтап жердің ғой, неғып жердің ғой деп. Мақұлықтар, сенің балаңды өлтіріп жатса, сен үйінді өртеп жатса, сен боқтамақ түгел одан да асып кетесің сен. Шешеңнің, шешелерінің, сендердің бар ғой, жеттеріңнен адам емес, мал болып баратқан хайуандар. Сендер ойлап жатқан шығарсыңдар. Болды. Көбісін мен байқаймын да, халықтың өзі бар ғой. Мен көп нәрседен көңілім қалып отыр. Халықтың көбісі бар ғой, бәрібір екен сендерге бар ғой. Не болып жатыр басқа жақта? Өтеп жүре ма, өліп жатыр ма, бәрібір екен сендерге. Атымды сансен салса да бәрібір. Әбден біткен екен. Кеше жанын берген алаш заманында, алаштар, кешегі желтоқсандар, сендер үшін жандарын берді солардың барлығы. Сендер жақсы өмір сүрсін деп. Енді біздің кезек енді. Біздің бала-шағамыз, немере шөберем жақсы өмір сүрсін деп, біз жанымызды беретін уақыт келді. Сендер бұндайларды қойыңдар. Қоймайсыңдар ма, сендерге де барамыз. Бір күні болмаса бір күні сендерді қайтып жасайсыңдар. Сендердің алдарыңа барамыз. Біздің жанымыз өшкенше, мына Қазақстанда тазалап отырсамыз. Өліп кетейік. Бірақ бар ғой, сенің прокурорыңда, полицияңда, президентіңде ешкім көмектеспейді. Қазір мысалы жиналдық, қазір кем дегенде 200 адам біз Шымкенттен келе жатырмыз. Ар жағынан Қызылордадан 200 адам келеді. Жан жақтан жігіттердің бәрі жиналып жатыр. Кешегі алдында болған неше түрлі ұйғырлар басқа туралының бәрі далада қалады. Таптап, езіп, өртеп, жердің астына жаншып кетеміз. Полицияң болсын, прокурорың болсын, любойында. Қазір естеріңді жинап пішкені өздерің қимылдап, өздерің иттерді, адам өлтірген, үй өртегендерді ұстап, халықтың көзінше көрсетіп, қамап жаза алмасаңдар, 2-3 күннің ішінде оңдырмаймыз. Олар ер азамат болса, еркек деген аңыз болса, олар келер еді, өзіне істейтін ғой, қалама істемейді, болмаса үйіме жасамайды ғой.